Арыс қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін қолдану мен насихаттауға арналған семинар өтті. Семинардың мақсаты рәміздердің маңыздылығын арттыру, сондай-ақ олардың дұрыс қолданылуын қадағалау, бұл бағыттағы құқықтық сауаттылықты күшейту. Семинар Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырмасы аясында Жалын қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтті. Жиынға Арыс қаласындағы мемлекеттік мекемелер мен ауылдық округ әкімдіктерінің мемлекеттік рәміздерге жауапты мамандары қатысты. Семинар барысында Мұхтар Әуезов атындағы университеттің құқық магистрі, аға оқытушысы Мақсат Жаңабайұлы қатысушыларға Қазақстан Республикасы Конституциясында Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері туралы заңда көрсетілген талаптар мен нормалар жөнінде жан-жақты түсіндірме берді. Сонымен қатар рәміздердің тарихы мен оларды қадірлеудің маңыздылығы туралы мазмұнды мәліметтермен бөлісті. Міндетті түрде ту көтеріледі қандай жағдайларда? Бірінші, Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің ғимараттарында және басшылардың кабинеттерінде міндетті түрде ту көтеріліп тұру керек. Сот ғимараттарында, сот төрағаларының кабинеттерінде, сот мәжіліс залдарында көтеріліп тұру керек. Үшінші, жергілікті өкілді және атқару органдарының ғимараттарында, басшылардың кабинеттерінде, алқа отырысы залдарында қолданылады. Шара барысында қатысушыларға мемлекеттік рәміздерді қолдану барысында жиі кездесетін құқық бұзушылықтар және олардан сақтану жолдары туралы нақты мысалдар келтіріліп, сұрақ-жауап форматында пікір алмасу ұйымдастырылды. Енді штрафы үлкен. Енді сол штрафқа ілінбес бұрын туды не істейсіздер? Анда-санда бір қарап қойыңыздар. Жыртылып қалса ауыстырып қойыңыздар, оңып кетсе ауыстырып қойыңыздар. Ту жел тұрып оралып қалса қайтып ашып қойдырыңыздар. Гербтің бетіне жарық түссе, шиша тисе, бірдеңке тисе, шеті шымқаған болса, тудың шеті сөгілген болса, ауыстырып қойыңыздар. Жиын соңында Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерін қолдану мен насихаттауға арналған семинарға қатысқан сала мамандарына арнайы сертификаттар табысталды. Мемлекеттік рәміздердің мәртебесі қашанда биік, себебі рәміздер тәуелсіздік нышаны екенін есте ұстайық. Балауса Оспан, Дінмұхамед Али, Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.